Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін кереметте өте құнарлы, витаминге бай, сондай бір керемет пайдалы өкпе, бауыр, жүрек және де құйрықпен қуырдақ жасайтын боламыз. 2 килограмм картошкаға 2 пиязды жуып тазалап алдым. Сосын бұл жерде қойдың өкпесі, жүрегі, мінекей, аздап қана құйрық май, сосын бауыр. Ең алдымен жұмысымызды бауырды сыртындағы ақ пленкасын алып тастаудан бастаймыз. Енді барлығын бірдей формада майдалап турап шығамыз. Міне барлығын осылай 4 бұрыш етіп турап алдық. Қараңыздар, 2 пиязды да турап алдық. Мінекей. Сосын картопты да дәл осылай, міне, осындай формада кішілеу шағын етіп турадым, тез піссін деп. Қаласаңыздар үлкендеу, немесе картошканы бүтіндеу қылып салсаңыздар да болады. Мінекей, оған 200 миллиграмдай сұйық майды құйдым. Егер май көптеу болсын десеңіздер, көптеу құя беріңіздер. Қуырдақ деген аты бар. Сосын мен құйрық май молдау қосқандықтан осылай 200-250 миллиграмм жобасында сұйық май қостым. Майды қыздырып алып, осылай жүректі, өкпені және де құйрық майды салып пісіріп аламыз. Себебі жүрек пен өкпе кәдімгі ет сияқты қаттылау, бауыр сияқты тез пісіп қалмайды. Бір 5-6 минут жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін бауырды картошкамен бірге қосыңыздар. Өйткені бауыр жылдам тез пісетін болады. Ал бірінші бауырды қуырып алатын болсаңыздар, ол кезде бауыр қатты болып қалуы мүмкін. Сосын мен пиязды осылай картошкамен қосып қуырған жақсы көремін. Бір ас қасықта тұз қостым. Бірден тұз қосып қуырыңыздар, сол кезде қуырдаққа дәм кіріп, бір сондай керемет болып піседі. Жақсылап араластырған соң астын жоғары отқа қойып, мен осылай қатты бір осылай қуырылып шыққанға дейін жоғары отқа қойдым да, сосын жақсылап араластырып, енді астын жай отқа, баяу отқа қоямыз да, мінекей осындай бір 100 граммдай су құйдым. Шамамен 100 грамм, я. Сосын астын жай отқа қойып, бетін жауып пісіреміз бұқтырып. Мінекей өзінің буымен, мінекей сочный болып су шығып, қараңыздар, осындай болып дайын болды. Міне астында су. Өте керемет. Әдем болып пісіп шықты. Ешқандай картошкалар езілген жоқ. Майда етіп турасақ та. Мінекей енді қазір тарелкаларымызға осылай салып алған соң, бетіне қалағандай етіп укроп, петрушка немесе осылай жай ғана пиязбен ұсынсаңыздар болады. Сіздерге ұнаған болса, тегін лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді жазып, осындай пайдалы, витаминге толы тағам жасап көріңіздер. Ас болсын.